Сәлеметсіздер ме? Мен кішкентай зерттеуші Бауыржан қызы Кәусармын. Сәлеметсіздер ме? Мен зерттеуші Бауыржан қызы Кәусардың жетекшісі Жұмахметова Жазира Серікқызы. Кәусар, бүгінгі біздің тақырыбымыз магнит өрістері деп аталады. Яғни бүгін біз магниттің қасиеттерін зерттейтін боламыз. Кәусар, сен магниттің не екенін білесің бе? Жоқ, Жазира Серікқызы. Магнит бұл минералды тастардан құралған. Ежелгі адамдар Орта Азияда тау тастарды қазып жүріп, осы магниттерді тауыпқан. Және де сол жердегі магнетизм қаласының атауымен аталып кеткен екен. Ендеше бүгін біз осы магниттердің қасиеттерін зерттейтін боламыз. Қараш Кәусар, мінекей біздің пластмасса тәлкеміздің ішінде орналасқан темірлерді магнит тарта ала ма екен, көрейікші. Жазира Серікқызы, магнит пластмастан да өтіп тұр. Дұрыс айтасың, Кәусар, магнит пластмассадан да өтіп тұр. Кәусар, ал енді мына стаканның ішінде де заттар орналасқан. Қанекей, әйнек стаканнан магнит өте ме екен? Көрейікші магниттің күшін. Жазира Серікқызы, бұл әйнектен де өтіп тұр. Жарайсың, Кәусар. Ал енді Кәусар, біздің ендігі зерттеуіміз жер астындағы пайдалы қазбалар деп аталады. Қанекей Кәусар, мінекей магниттің күшін сынап көрші, жер астындағы заттарды да ала аламын екен. Құм арасындағы заттар да магнит өзіне тартып тұр. Дұрыс айтасың, Кәусар. Құмнан да магниттің күші өтіп тұр екен, иә? Ал енді Кәусар, қарашы, мына жерде көбелектер гүлге қонып тұр екен. Осы магниттің көмегімен көбелектерді әуеге ұшырайық. Жазира Серікқызы, магниттің күші қағаздан да өтіп тұр. Дұрыс айтасың, Кәусар. Магниттің күші өте мықты екен, иә? Кәусар, бүгін магниттің ерекшеліктерін, магниттің өріс күшінің қасиеттерін түрлі зерттеулер арқылы білдік. Келесі зерттеу орталығында кездескенше сау болыңыздар.